Сәлем достар, назарларыңызда нейрон. Бүгін бізде ас қорыту жүйесі ауыз қуысының анатомия физиологиясын талдайтын боламыз. Видео 2 бөлімнен тұрады. Бүгін екінші бөлімді бастаймыз. Видеоны бастамас бұрын каналға тіркеліп, төменге комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер. Олай болса, көп созбай бастайық. Ас қорыту жүйесі ауыз қуысы екінші бөлім. Біз бүгін таңдайды, қатты таңдай және жұмсақ таңдайды, тіл және жұтқыншақты айтатын боламыз. Ең бірінші таңдайға тоқталайық. Таңдай екі бөлімнен тұрады, қатты және жұмсақ таңдайлар. Қатты таңдайлардың тіліне аударған кезде палятум дурум деп аударылады екен, ал жұмсақ таңдай палятум молле деп аударылады екен. Қатты таңдайға шеке тоқталсақ, ол бізде ауыз қуысының алдыңғы 3/2 бөлігін алып жатады. Қатты таңдай, яғни жалпы таңдайдың, ал жұмсақ таңдай артқы 3/1 бөлігін алып жатады екен. Қатты таңдай неден тұрады деп сұрақ қойса, біз жауап береміз. Сүйекті негізден тұрады деп жауап береміз. Ал сүйекті негіз неден тұрады десе, біз жоғарғы жақтың таңдай өсінділерден және де таңдай сүйектерінің горизонтальды пластинкаларынан тұрады деп айтамыз. Және де ауызға қараған шырышты қабаттан тұрады екен. Қатты таңдайдың бізде екі беті бар. Ауызға қараған ауыздық беті, ауызға қарап тұр, және де мұрынға қараған жоғары жағында мұрындық беті. Егер де бұл таңдай болмаған кезде, таңдай мұрын қуысы мен ауыз қуысын бөліп тұрмаған кезде, бізде жеген тамағымыздың барлығы тыныс жолдарына түсіп кетер еді. Сонымен қатар бізде таңдайдың канданомия иннервациясын жазып қойдым, өздеріңіз қарап жазып алсаңыздар болады. Енді жұмсақ таңдайға көшсек, жұмсақ таңдай бізде жаңа айтқанымыздай таңдайдың артқы 3/1 бөлігін алып жатыр. Меншікті бұлшықеттер бекінетін фиброзды табақша таңдайлы қақпан невроздан тұрады, және де таңдай пердесінен тұрады. Мінекей көріп тұрмыз, небная занавеска деп тұр, стрелкамен көрсетіліп тұр. Таңдай пердесі деп аталады. Бұл және де тілшіктен язычок, мінекей. Сонымен қатар таңдай тіл доғасынан міне көріп тұрмыз, небно-язычная дуга, және де таңдай жұтқыншақ доғасынан іш жағында орналасады, небно-глоточная дуга, және де бадамшалар шұңқыршасынан. Бадамшалар шұңқыршасы жаңа біз айтқан таңдай тіл және де таңдай жұтқыншақ доғашаларының арасында орналасады. Бадамша шұңқыршасында атап тұрғандай таңдай бадамшалары орналасады екен. Мінекей мына жерде көріп тұрмыз. Келесі бізде таңдайдың бұлшықеттерін тоқталайық. Бұл сабақта бізде бұлшықеттер мен латынша терминдер өте көп болады. Сол себептен естеріңізге жақсылап сақтап алуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші таңдай пердесін келетін бұлшықет тензор вели палятини, таңдай пердесін көтеретін бұлшықет мускулус леватор вели палятини, таңдай жұтқыншақ бұлшықеті мускулус палята фарингеус, және де таңдай тіл бұлшықеті мускулус палята глостус. Сонымен қатар тілшіктік бұлшықет мускулус увуля, мускулус тензор вели палятини, мускулус леватор вели палятини, мускулус палята фарингеус, мускулус палята глостус, және де мускулус увуля. Жұмсақ таңдайдың иннервациясы және де кандануы. Енді бізде тіл латын тіліне аударған кезде лингуа деп аударылады. Көлденең жолақта бұлшықеттерден құралған бұлшықетті мүше болып табылады тіл. Тілдің қызметтері бізде асты араластыру, жұту процесіне қатысу, қалай қатысады, яғни ауыз қуысында жаңағы шайналған асты, сонымен қатар асты шайнауға да атталысады. Шайналған асты жұтқыншаққа итеру арқылы жұту процесіне қатысады. Сонымен қатар астың дәмін сезуге қатысады. Қалай қатысады? Дәм сезу рецепторлар тілде орналасады, сол арқылы дәмді сезеді тіл. Сонымен қатар сөз құрауға қатысады, және де қорғаныштық қызметі бар. Тілдің құрылысына тоқталайық. Тіл бізде ұшынан тұрады, апекс лингуа, тілдің денесінен тұрады, корпус лингуа, және де тілдің жиегі, марго, және де тілдің негізі радикс, және де тілдің арқашысынан дорсумнан тұрады. Енді тілдің бізде бүртіктеріне тоқталайық. Тілдің дәм сезу бүртіктердің ішінде дәм сезу рецепторлары орналасады. Жаңағы айтқан сол рецепторлар арқылы тамақтың дәмі туралы ақпарат жалпы орталық жүйке жүйесіне жетеді. Бізде ең бірінші жіп тәрізді бүртіктер болады. Папилля пириформис, ол бізде жаңағы марго жағында, яғни тілдің жиек жағында орналасады, ұшына жақын орналасады. Сонымен қатар конус тәрізді папилля коника, және де саңырауқұлақ тәрізді бұлшықеттер папилля гиформис, ол бізде тілдің негізіне қарай орналасады. Навашық тәрізді бүртіктер, ерекше бүртіктер, ол тілдің негізінде орналасады, папилля валятия, және де жапырақ тәрізді папилля фолитая, ол бізде тілдің негіз бөлігінің жиегіне қарай орналасады.
Келесі бізде тілдің бұлшықеттері. Жаңа айттық, тілдің бұлшықетті мүше екенін, сол себептен тілдің бұлшықеттері өте маңызды болып табылады. Екі топқа бөлінеді: қаңқа бұлшықеттер және тілдің өзінің бұлшықеттері. Тілдің өзінің бұлшықеттері ол бізде яғни тілді құрап тұрған бұлшықеттер, ал тілдің қаңқа бұлшықеттері тілді қимылдатуға көмектеседі. Жеке топқа өтетін болсақ, тілдің өзінің бұлшықеттеріне жоғарғы және төменгі бойлық бұлшықеттер musculus longitudinalis superior et inferior lingua және көлденең бұлшықеті musculus transversus lingua жатады. Сонымен қатар вертикальды musculus verticalis lingua, яғни жоғарғы және төменгі бойлық бұлшықеті, көлденең бұлшықет және де вертикальды бұлшықеттер екен. Сонымен қатар бізде қаңқа бұлшықеттерін ұмытпайық. Тілдің екі тіл бұлшықеті бар: musculus genioglossus, тіләсті тіл бұлшықеті, musculus hypoglossus, біз тіләсті бұлшықеті musculus styloglossus және таңдай тілдік бұлшықет musculus palatoglossus. Genioglossus, hypoglossus, styloglossus және де palatoglossus. Қандану мен иннервациясы. Жұтқыншақ бізде фарингс, ол ауыз қуысымен өңешті байланыстырып тұрады. Ас қорыту жүйесінің бір мүшесі, түтті мүше қайда орналасады десе, біз жауап береміз: 6-7 мойын омыртқа деңгейінде орналасады. Ұзындығы 12-14 см екен. Біз қысқа деп жүрсек, ол оказывается ұзыншақ келеді екен. 3 бөлімнен тұрады деп жауап береміз: ауыздық бөлімінен, мұрындық бөлімінен және де көмейлік бөлімінен тұрады. Себебі осы 3 органға қарап тұрады екен. Ауыздық бөлімі арқылы бізде жұтқыншақ тағамды ауыздан өңешке жалғайды. Көмейлік бөлігі арқылы мұрындық бөлігі арқылы ауаны мұрыннан көмейге жібереді, ал көмейлік бөлігі арқылы мұрыннан келген ауаны бізде бронхтарға қарай өткізеді екен. Қабырғасының құрылысы бізде жұтқыншақтың шырышты қабаттан тұрады, бұлшықетті қабаттан және де адвентициядан тұрады. Алдыңғы сабақта айтқан болатынбыз, ас қорыту жүйесінің кез келген мүшесі 4 қабаттан тұрады, ал жұтқыншақ 3 қабаттан тұрады екен. Басқа органдардан көбісі 4 қабаттан тұрады: шырышты, шыршасты, бұлшықетті және де адвентиция немесе сірлі қабат. Адвентиция немесе сірлі қабат екенін қайдан білеміз? Сол соңғы 4-ші қабат қой. Егер де орган бізде іш қуысында орналасатын болса, сыртын іш астар қаптайтын болса, онда біз сірлі қабат деп айтамыз, 4-ші қабатын. Ал егер де орган іш қуысында орналаспаса және де сыртын іш астар жаппаса, оны біз адвентиция деп айтамыз, 4-ші қабатын. Енді жұтқыншақтың да бұлшықеттері бар екен. Бұлшықеттердің қызметі асты жылжытуға қатысады. Бұлшықеттер жұтқыншақтың бізде констрикторлар мен дилататорлар деп бөлінеді. Констрикторларға жоғарғы, ортаңғы, төменгі қысқыш констрикторлар жатады. Олар бізде musculus constrictor pharyngeus superior, medius et inferior. Дилататорлар мен леваторлар, олар бізде жұтқыншақ бұлшықеті musculus stylopharineus, таңдай жұтқыншақ бұлшықеті musculus palatopharyngeus, түтік жұтқыншақ бұлшықеті musculus salpingopharyngeus және де иннервациясымен қандануы, яғни stylopharineus, palatopharyngeus және де salpingopharyngeus. Жұтқыншақтың қандануы және де иннервациясы. Достар, осымен бізде ас қорыту жүйесі ауыз қуысының 2-ші бөлімі аяқталды. Келесі сабақта біз өңешпен асқазан жайлы және де ішектер жайлы айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге алғысым шексіз. Білімдер мен сусындауларыңызды тоқтатпаңыздар. Егер видео ұнап жатса, пайдалы болса, каналға тіркеліп, комментарийға видео жайлы өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз.